Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен восточный карамельный пирогтың рецептімен бөлісемін. Өте дәмді. Міне көріп тұрғандарыңыз ештеңеде жаңағыдай жұмсақ болып, карамелі бетіндегі ағып кетпейді. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Алдымен ұнды електен өткіземіз. Яғни електен өткізген ұнды алып, оған 200 грамм сары майды, яғни ертілген жоқпын, ертпедім мен сары майды, 200 грамм сары майды алып, тестімізді, яғни қамырымызды дайындай бастаймыз. Азғандай шым-шым тұз салдым, сосын қант қостым, яғни мен бұған 3 қасық қант қостым. Көп қант қоспадым, яғни қазір бұның салмасын, начинкасын жасаған кезде, сол кезде тәтті болады, сол үшін азғантай ғана қант салдым. Сосын разрыхлитель салдым, яғни қопсытқышты да 10 грамм қопсытқыш салдым, яғни пачкадегі қасықпен алып, бір қасық қана салдым, шай қасықпен кішкентай. Сонымен бұсы майымызды қосып, тестімізді, яғни қамырымызды осылай майды өкте бастаймыз тестімізге, қамырымызға. Осылай бәрін араластырып аламыз, қамырымыз ерігенше. Қолымызбен осылай барлығын өкте бастаймыз, қамырымыздың маймен араластырып, яғни бәрін біркелкі болып қамырды үгітілді, мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Содан кейін мен жұмыртқаның ағы мен сарысын айырып алдым. Сарысын осы тестіге қостым да, ағын бөлек алып қалдым, яғни 2 жұмыртқаның. Осы 2 жұмыртқа қосып, жаңағы қамырымызды илей бастаймыз. Жаңа песочный тесті жасаймыз. Осылардың бәрін басын біріктіріп, қамырдың 2 жұмыртқа қостым тек қана. Осы қамырды бастыра бастаймыз. Кәдімгі пирогтың тестісін жасаймыз. Қамырымыздың бәрін біріктіріп алып. Осылай барлығын қолыммен неғылдым, иледім қамырды, көріп тұрғандарыңыздай. Осылай барлығын басын біріктірдім. Осының бәрін қамырды илеп алдым, көріп тұрғаныңыздай пирогтың қамыры. Осыны енді аз уақытқа жаңағыдай салфанға салып, аз уақытқа тындырып қоямыз қамырымызды, яғни холодильникке салып қойсаңыздар да болады. Кем дегенде жарты сағат уақыттай холодильникке салып қойсаңыздар, қамырым салқындап тұрады. Пакетке кигіздім де, аз уақытқа холодильникке енді жарты сағат көлеміне салып қойдым. Одан кейін грек жаңғағын алдым, осының бәрін жайлап қолымызбен, пышақтың көлемімен болсын, майдалай бастаймыз. Блендерге болар еді, бірақ блендерге салған жоқпын. Блендерге салса қатты үгітіліп кетеді, майда болып. Сол үшін барлығын пышақпен майдалай бастадым. Қатты үгіткен жоқпын. Орташа деңгейде қылдым. Осылай видеода көрініп тұрғандай, осындай қыласыздар, яғни пирогқа салу үшін қатты үгітіліп кетпеу керек. Бәрін істеп алдым осылай. Енді қамырымызды дайындауға кірісеміз. Мен қамырды осылай бір пакеттің ортасына жайдым, яғни қамырымыз жабысып қалмас үшін тақтайымызға, сол үшін пакетке жайдым да. Оңай, бұл әрі жақсы тәсіл деп ойлаймын. Сіздер 2 пакетті алып, ортасына жаюға да болады. Бұл да ыңғайлы. Мен осы тек қана бір пакетті алдым да, соның үстіне жая бастадым. Қазір осыны немізге табамызға салғанда да өте ыңғайлы болады. Неге жаю? Осындай пакетке жаю үстіне да. Ысып аламын да, барлығын ысып болғаннан кейін өзіміздің пирог пісіретін табама салдым. Осылай салып жіберемін де, көтеріп алып ыңғайлы пакетке неғылған ысқан. Енді осы қамырымызды әдемілеу үшін жан-жағын мен шығарыңқырап қойдым. Бәрін пирогтың қамырын. Қазір бұның бәрін оқтаудың көмегімен неғыламыз, пирогты әдемілейміз да, оқтаудың көмегімен. Сол кезде тегіс болып, қамырымыздың шеті тегіс болып шығады. Осылай бәрін шеттерін шығардым да, қамырдың артықтарын бәрін оқтаудың көмегімен алып тастадым тестімізді. Сонда біздің пирогымыздың шеттері әдемі, яғни біркелкі болып шығады. Сол үшін осылай оқтаудың көмегімен ысып алып тастасаңыздар болады.
енді оны өздеріңіз қарайсыздар. Қолмен де, яғни вилканың көмегімен де жасауға болады. Енді мен осы міне жаңғағымды салдым. Одан кейін немізді алып, сгущенкамызды қою варенка алдым мен. Сол варенкаге азғантай жаңағы 2 жұмыртқамды қостым, сөйтіп начинка жасадым. Жаңғақты салдым, оның бетіне мейіз салдым, содан кейін начинкамды құя бастадым. Яғни 2 жұмыртқаның ағына варенка сгущенканы араластырдым. Осылай өте әдемі болып шықты пирогымыз. Қазір осыны 180 градуста пісіріп алдым. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Пирогтың ішін көрсетейін. Өте әдемі, шайға дәмді болып шықты. Кешкі шайға, ауызашарға дайындасаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.